Біз сіздермен Gamma App платформасымен жұмыс жасаймыз. Кез келген браузерге Gamma App деп жазамыз. Сайтқа өткеннен кейін жүйеге кіру үшін алғашқы берілген сілтеме арқылы өтеміз. Егер аккаунт жоқ болса, тіркелу қажет. Келесі қадам жаңа жобаны құру. Создать новый АИ батырмасын басамыз. Одан кейін сізге 3 түрлі нұсқа шығады. Біз бірінші нұсқаны таңдаймыз. Контентті жасау үшін осы жерге тақырыпты немесе мәтінді енгіземіз. Әрі қарай бізге 9 карточкаға дейін таңдауға мүмкіндік беріледі. 10-шы карточкадан бастап ақылы болады. Келесі қадамға продолжить батырмасын басамыз. Бізге ұсынылған әртүрлі түсті слайд түрлерін таңдаймыз. Және сгенерировать батырмасын басамыз. Міне, презентация дайын болады. Енді сақтау үшін поделиться батырмасын басамыз. Осы жерден экспорт түймешесін таңдаймыз. Бұл жерде презентацияны кез келген форматта жүктей аламыз.